Мырза жауап іштен шығып. Мен айтайын, біз мысалы қаңғы жүріп қой, қайда барамыз? Үй іздедік, үй жалдайды, үй болса кейін кеп, иә? Ал қараңыз, мына микрорайондағы жаман үйлердің өзі 60 үйлі сұрап тұрған 120-135 мың айына деп квартираны солай жалдайын деп бізге телефон соққанда солай айтып тұр. Міне отбасында мысалға 4-5 үй квартира жалдап қойған. Ал сондайлар неге ескермейсіздер? Баған деген жау ішімізден шығып тұр, баған деген өкіртіп отыр, тамақты өкіртіп отыр магазиндерде, киімді өкіртіп отыр. Ал не басқара мынау деген, соны бәрін қараңызшы ескеріп. Квартираны қайда аламыз біз? Мына қаңғы жол, қайда барамыз қазір? Осы шыққанда қайда барасыңдар ал? Көбі далада, машинада қонып жүр, қайда барамыз? Қайда барамыз? Таңертең мен 10:30-да осы алаңға шыққаннан әлі үйге барған жоқпын, сағат 8 болды. Баратын үйімде жоқ қой. 2 стақан шай ішемін де ұйықтаймын, түстен бастап ұйқы жоқ қайтып. Қайда барамыз? Сіз әлі менің сұрағым бардымды жауап Жақсы, мен жауап берейін, апа. Мен қазір мына жерде ар жақтан әртүрлі сұрақ қойып отырғаннан кейін бір сұрақты біреу ескермей жатырған шығармын, кешірім сұраймын одан. Жалпы бөлінетін манағы бір жолға әлеуметтік көмектің көлемі 380 мың, 370 мың теңге ма? Арендалық манағы құны 120 мың, 130 мың, 150 мың деп жатса. Енді қараңыз. Оны логикаға салатын болсақ, мен сізге ашықтықты айтайын. Бізде қазір 2400-ге жоқ үй болатын болса, суға кеткен. Ол 2400 үйдің барлығында қазір арендада құлсаны үшін жалдар десем, ондай үй шықпайды. Ол айдан анық біліп отырсыздар оны. Оны мен айтпай аяқта білесіздер. Енді біз ағайындар осы жерде осындай сәтте кішкене бір-бірімізге тіреу болып, енді қаладан ба, басқа жерден қарай уақытша жалдай тұруға мүмкіндік туғызып, енді манаға жетпей деп жатсаңыздар, ақшаны тоқтаңыздар, апа мен айтып алайын. Енді қазір жетпей жатыр деп жатса, қосымша үстіне мүмкіндікті қарастырамыз, қарап барайық. Осымен ақылдасайық. Сосын барып сізге қосымша беріледі. Енді оның бәрі мен қазір сізге отырып алып, мына жерде Құлсардан 2 мың үйді тауып, осы жерден арендаға деп мен айта алмаймын. Ол дүзейді 1000 үй мысалы Атырау қаласына, 1000 үй, 500 үй Ақтау қаласына деген сияқты сөйтіп қарап, сөйтіп мына мәселені құтты ситуациядан шығуымыз керек кішкентай болса да. Енді мына қолдау білдіретін көмектердің бәрін оны қор арқылы және мына бюджеттен төлейтін төлем арқылы соны қарастыратын боламыз. Келістік қой? Айтшы, орындалар. Мен басынан аяғына дейін жүрмін. Қайда мана? Осы күнге дейін жүріп қой, кешіп отыр, неге келмейсіңдер? Неге келмейсіңдер жағдайды біліп? 5 километр жер, 5 километр жер. Күндіз ағына таңертеңнен кешке дейін жағаласаңдар бар ғой, 10 рет айналып шығып қой, 10 рет. Апат қай жерде апасының жері бар, келу керек, қаралу керек. Неге мен солярканы іздеу керекпін? Неге мен КамАЗ бер, маған погрузчик бер деп неге іздеуім керек, айтшы? Айтшы, басшысың ба, сен істеу керексің. Істеу керексің. Кінә өздеріңнен алдын ала жауап алмадыңдар, алдын ала бардыңдар, реттемедіңдер, халық суға кетті. Енді қазір не техника жоқ. Не мәселе айтасыздар? Карьеріңде бір техника жоқ. Келіп тұрған бір техника жоқ. Жігіттер шаршады. Жауап берсейші. Қалай сонда? Сұрақ қойып отырмын, жауап беремін ғой. Ол жауап берсін. Артан қоямын. Артан қоямын. Осы жаққа жауап берсін. Артан қоямын. Мына жерде тұрған барлығы да Ошының азаматтары, Құлсарының азаматтары. Нешінші ауылды? Басқа ешкім жоқ. Барлығы да бәрі осы ауылдың азаматтары ғой. Ешкім бөліп алар ештеңе жоқ. Барлығымыз да осы ауылға жанымыз салып, ешқандай ештеңе болмасын деп осы жерге бәріміз жұмыс қызмет атқарып келе жатырмыз. Ешкім бөліп алатын ештеңе жоқ. 5-ші жолда болмаймыз, 5-ші жолда болды. Ана бастан-бастан құлап жатқан кезде бардым сол жерде. Сол кезде азаматтар мен айтып айтайын. Көрдіңдер ғой, сабырлықпен жігіттер. Диалог құрайық да, сұрақ қойыңдар, жауап беріңіз, сұрақ қойып, жауап беріңіз. Тыныш солай қойды. Бардым басында жігіттер, барлығы шықты. Әлгісі болдыңыз ғой, қасында болдыңыз. Жігіттер айтты, жоқ, бұзбаймыз, қарсымыз. Бір жігіттер, ұсында деді, ана жерде адамның өзі үйілі болып қалды. Соң кейін ең соңында барды да, жақсында, басында 2-мен 6 секунд су жүзе беретін қалады екен. Жасыратын жоқ, су мияқтан су айналған жоқ басында. Анан ауылдың өзі қауіп болды. Ертең түсіп кеткен жағдайда астында шығарып тұрғаннан ауызын көтеріп тұрса, су ішілмей қалады деген қауіп болды. Сосын ондай рискке барған жоқпыз. Азаматтар просто ол темаға келдік. Кейін де жалпы салып жатқан кезде де техникалардың барлығы да бөлінді.
мына Құсайгүлден салып отқан азаматтардың барлығына тең деп әрине көмектер. Ең опасный риск болатын жерлер мәні ең бірінші ең соңында қазір қоршалғаны бөліп отыр. Кеше мына бүгін азаматтар айтты, аяқта техника босап отыр, білді ма? Давайте қоршалға жіберейік. Қазір қарайтын болсақ, таңертеңгі шыққан жақ ряпында фарқында тұрады. Кеше емес алдымына, о 2 күн қатарынан сосын 6 жол, 7 жол. Міне сыныпы үйлемше барына бақып келіп отыр. Біз үйленген елмейсің. Бардың бесіп жолға дейін болды. Мен жүрім ғой енді, 2 сағат майшаң ішінде өттіміз, қайтып келеміз. 2 күн болды. Міне, сынбы, әлдекенің өз болып қасында жүрген. Азаматтардың бәрі көрген жоқсың. Жағдайды біліп бер. Енді қарашы, енді біз неге жұмыс... Сізге соны акимат дәлел керек деп тұр ма? Иә, мынау енді сол етқан мынау менің үйім енді. Тұруға жарамсыз көріп тұрсыңдар ғой. Ол кісілер бар, Орынбор көшесі, Рысқұлов көшесі. Өздері қараңдар қандай екен. Апасына жүріп жүріп тұр, видео немен. Ішіне кіретін үйдің ішінде заттардың бәрі қалқып жүр, дүниеміз көрдің бәрі. Аборларымыз шулап жатыр жан жақта. Арқат мына көшеге өтейік. Бұдан кейін жайды бар, онда енді азаптарын түсіре бересіздер, білесіздер ме? Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласының тұрғынымын. Атым Асима. Бүгін 12-сі сағат 12. Мына үйіміз 5-сі күні мынандай болып суға кетті. Су деген біз мына жерден келетін шығар деп, мына яқты сайды бітеп жүрсек, су деген ар жақтан келіп қалды ғой. Қалай келгенін білмей қалдық. Үй бала шағамызды әрең алып шықтық. Киім кешегіміз, дүние мүлкіміз, қорамыз бәрі кетті. Еш нәрсе алған жоқпыз өзімізде. Аяғымда галошпенен үйден балдарымызды алып шыққанымызға соған шүкір етіп шықтық. Ал енді мына көмектесіп жатқан халыққа рахмет. Халық бірін-бірін қолдап жатқан халық қазіргі жағдайда. Мына Павлодар облысы Баянауыл ауданы Торайғыр совхозының халқына рахметімді айтамын. Алла разы болсын, көп рахмет. Бала-шағаларының қызығын көрсін. Мынандай апат болмасын. Соның ішінде Қанат деген балаға рахметімді айтамын, және Жанат Жақсыбай қызы деген қызыма рахметім шексіз. Алла разы болсын деп осы тілегін білдіріп жатырмын. Көп рахмет. Ал біздің күйіміз осы енді жағдай, баратын жеріміз жоқ. Әрбір үйде жүрміз қазір. Құдағай, тума-туыстардың үйінде өзіміз 8 жан тұрамыз осы жерде. Сол 8-іміз қаңғып жүрміз қазіргі жағдайда.